Руслан мырза, мынандай қызық сұрақ бар да. Ораза ұстаған адамдар дейді, кешкісін күн батқаннан кейін ойына қандай тамақ жегісі жеп барлығын ішіп, қарнын тойдып, тіпті керек десеңіз түні бойы тамақ ішіп шығатын шығарсыздар дейді. Сонда оның оразаның ешқандай да сауабы жоқ қой. Ол күндіз ғана аш жүріп, түнде тамаққа тойып алғанын. Сонда арасында адамдар жаңағы тамаққа тым қатты беріліп, түні бойы тамақ жеп, өздерінің нәпсілерін түнде тия алмай қала ма? Енді пайғамбарымыз айтқан сөзі бар ғой, мұсылман баласына тамақтануға қатысты айтқан көрсетпелері бар. Мұсылман асқазанының 1/3 бөлігін сусынға, 1/3 бөлігін тамаққа, ал қалған 1/3 бөлігін ауа тыныстауға қалдырғаны дұрыс деп айтады. Бұны әрбір мұсылман баласы өзі тамақтанудағы басты көрсетпесі ретінде қолданады. Ал енді ораза кезінде бұл осы көрсетпеден ешқашан танбайды. Сонымен қатар ауыз бекіткен адам, ол күндіз бойы ауыз бекіткеннен кейін оның асқазаны дамылдап, демалып, жаңағыдай әдеткіден қарағанда жиырылып, жақсы бір қалыпқа енеді. Сосын ауыз ашқан күнде де әдеткіден қарағанда, күнделіктен қарағанда ауыз бекіткен адам өзі аз тамақтануға бейімделіп қалады. Және 30 күн бойы мұсылман баласы асқазанын демалдырып, денсаулығын түзетіп алатын жағы болады. Бірақ жаңағыдай қайтадан айналып келгенде, Рамазан біздің деніміздің, тәніміздің саулығынан бөлек, біздің жанымызды еселеп, жанымызды мейлінше жоғары емдейтін құлшылық болып саналады. Біздің жанымызға, бізге көрінбейтін, бірақ жанымызға жабыспаған сараңдық, қатыгездік, мейірімсіздік секілді денемізді, жанымызды жан-жақты жаңағыдай рухани тазару емдеп бара жатқан, денемізді толығымен жаулап алып жатқан сондай барлық сондай рухани жаралардың бәрін тазартатын ең үлкен құлшылықтың бірі осы ораза болып саналады. Рахмет сізге.